Ассалаумағалейкум, құрметті біздің көрермендер. Бүгінгі біздің қонағымыз, студиямыздың қонағы Наурызов Абдрахман ағамыз. Наурызов Абдрахман ағамыз Джеймс Көкөніз ғылыми зерттеу институтының Сарыағаш регионалдық филиалының директоры болады. Аға, ассалаумағалейкум. Саламатсыз. Өзіңізді таныстырып, біздің көрермендерге өзіңіздің институт филиалыңыздың жетістіктерін айтып кетсеңіз, қандай көмек көрсетіп жатсыздар, осы өкімет тарапынан осы ғылымға қандай көңіл бөліп жатыр, қысқаша сол біздің шаруа қожалықтарымызға қандай көмек көрсете аласыздар, қандай өзіңіздеріңіздің былайша айтқанда не істеп жатырсыз, қысқаша өзіңіздің айтып кетсеңіз. Мына біздің енді келе жатқан мейрамдарымыз бар, сол мейрамымызбен құттықтап қыздарымызды өзіңіздің бөлісіп кетсеңіз. Жақсы, саламатсыздар. Біз Сарыағаш ауданында, Жемісті ауылында осы ғылыми зерттеу институтының филиалы болып есептелінеміз, филиалымыз, соның директорымын. Біздің басты айналысатын жұмыстарымыз бау-бақша және жеміс-жидек. Бүгінгі күнге өздеріңіз плавашеводствода қосылып, барлығы екі институт қосылып, қазір жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар. Біздің енді ең басты жұмыстарымыздың бірі көшет өсіру және бау-бақшадағы өсіріп дақылдарды үкіметке өткізу. Соның ішінде көшет өсіру, біздің филиалымызда көшеттің барлық сорттары бар. Алманың осы Сарыағаш ауданы, осы оңтүстік өңірге бейімделген, районирован дейді ғой, бейімделген сорттары осы мына ғылыми институттың ғалымдарының кеңесіменен егіліп, солармен бірге бірлесе отырып өсірген көшеттеріміз. Ол көшеттеріміздің енді бүгінгі күнге өзіміздің аудан, облыс тұрғындарына, басқа да облыстың тұрғындарына айтарымыз, көшеттерімізді лицензиямыз бар. Ол лицензиямен бекітіп береміз құжаттарменен. Ол сорттың сол сорт екенін нақтылап береміз. Және оның өнуіне де кепілдік береміз. Жалпы көшеттеріміз енді бүгінгі күнге барлық осы оңтүстік региондағы облыстардың барлығына тарқап жатыр. Сонау Қызылордадан мынайға осы Алматыға дейін, Талдықорғанға дейін. Ендігі айтарым, мынау көшет алам деген азаматтарға, сол енді көшеттердің барлығы регионалға бекітілген көшеттер болса, өнімі де жақсы болады. Тағы да басқа енді біздің өнімдеріміз сол жеміс-жидек қой. Соны капуста егіледі, картошка, сол жеміс-жидектерден. Одан кейін алмамыз бар, өсірген. Алхор дейді, слива орысша айтқан кезде. Соларды өсіріп, жылдан жылға сол шыққан сорттарды пайдаланып, жаңадан жаңа бауларды қосып, жемісті бауларымызды кеңейтіп, оның дақылдарын алуын да кеңейтуді жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қазір осы біздің ғылыми институттың азаматтары бар, бізде регионға барып, өздерінің жұмыстарын жүргізеді. Коллекционный саттарымыз бар, солардың өздерінің жұмыстарын жүргізіп, жаңа сорт шығару жөнінде өздерінің жұмыстарын жүргізіп жатыр. Олардың жұмыстарының барлығын осы жерде көріп біліп отырмыз енді қазір. Жалпы біздің жағдайымыз бүгінгі күнге жаман емес. Көшеттеріміздің барлығы қазір Құдай қаласа мына көшет осы жақында сатуды бастаймыз. Енді бағалары басқасы біздің енді хабарласқан азаматтарға барлық толық анықтама береміз. Филиалыңызда қаншалықты алқапты көшеттеріңіз орналасқан? Филиалда бір жылға где-то 60-70 мың көшет шығарып сатамыз. Шаруа қожалықтарға толық қамтамасыз алам дегендерге. Енді шаруа қожалықтар сіздерден көшет алғаннан кейін сіздерге көмек ретінде барып тағы да сіздерден консультация алып керекті ақпарат алса болады ғой тағы да? Болады, бізге звондап, біздің главный агрономымыз бар, тағы да жаңағы көшет жөнінде айналысатын агрономдарымыз. Оларға телефон арқылы звондап кеңес алуға болады. Өте жақсы. Рахмет. Жақсы, рахмет. Енді шаруа қожалықтары осы Түркістан облысының шаруа қожалықтары болсын, осы соған жақын орналасқан Жамбыл облысы, Алматы облысының шаруа қожалықтары болса, осы ағамызға тікелей байланысып, Сарыағаш ауданы Жемісті ауылы. Сарыағаш ауданы Жемісті ауылына келіп, осы кісілерден көшет алып, керекті ақпарат алып, көмек алса. Заңдастырылған қағазымен барлығын береміз.
мына төменде жазылған телефонға хабарлассаңыздар болады. Сіздерге көп рахмет. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы.